25 наурызда Елбасы кітапханасында болашақ бағдарламасы түлектерінің Назарбаев зияткерлік мектептері оқушылармен бірлескен іс-шарасы кездесу кеші өтті. Болашақ бағдарламасының түлегі жас ғалым биотехнолог Дамел Мектепбаева қысқа уақыт ішінде ғылым мен бизнес саласында үлкен табыстарға жеткен. Шетелде алған білімі мен тәжірибесі оның тұлға ретінде қалыптасуы және өмірлік ұстанымдарының түбегейлі өзгеруіне зор ықпал еткен. Қазіргі таңда ол әлемдік ғылыми ортада кеңінен танымал Хуб жобасы авторларының бірі болып табылады. Ол өз компаниясын ашқан. Екі жаңа жоба патентінің иегері Дамел қоғамдық өмірде де белсенді азаматша. На лечебное дело. Хотела быть хирургом. Кездесу кешінде Дамел Индиана университетіндегі оқуын тамамдап, Singularity University грантын ұтып алғаны және осы жоғары оқу орнында тағылымдамадан өту барысы туралы айтып берді. Аталған университет Калифорния аумағында NASA зерттеу орталығында орналасқан. Онда Дамелге диагностикалық шеңбер жасау туралы идея келеді. Осы идеяны іске асыру нәтижесінде қазақстандық жас ғалым бір тамшы қаннан ағза бойындағы ауруды анықтайтын жаңалық ашқан. Жалпы Дамел балалық шағынан биология пәнін ерекше ұнатады. Сол себепті болашақ кәсібін таңдауда биотехнология мамандығына барады. Жас ғалымның айтуынша биотехнологияның болашағы жарқын. Бүгінгі таңда ғылымның осы саласы адамзат үшін мол игіліктерге жол ашуда. Атап айтқанда, ауруды ерте анықтау, науқасқа жедел жәрдем көрсету, адам өмірін ұзарту, жер бетіндегі аштық және тағы басқа әлеуметтік проблемаларды шешуге көмектеседі. Ғылым жолында табысқа жеткен Дамел биотехнологиялар мені кәсіптік жеңістерге жетеледі. Осы ілім менің өмірлік ұстанымдарымды түбегейлі өзгертті деді. Талантты жас ғалым Назарбаев мектебінің оқушыларына биотехнологияның перспективалық бағыттары, аталған ілімнің басқа ғылым салаларымен тығыз байланысы, оның жобалық менеджменті туралы әңгімелей отырып, оқушылардың сұрақтарына жауап берді. И не по прямой, а именно по геометрической прогрессии все увеличивается.